Бүгін сіздерді қаржыны басқарудың өте тиімді және қарапайым тәсілмен таныстырмақшымын. Бұл тәсіл сіздің ақшаңыздың қайда жұмсалатынын және оларды дұрыс бөлуді үйренуге көмектеседі. Мысалы, мына шеңбер сіздің айлық кірісіңіз деп елестетейік. Енді бұл шеңберді 3 бөлікке бөлеміз. Ол 50%, 30% және 20%. Әрқайсысы нені білдіретінін толығырақ қарастырайық. 50% ол қажетті шығындар, мысалға пәтер, азық-түлік, көлік, коммуналдық төлемдер, киім, дәрі-дәрмек және де басқа маңызды заттарға кіреді. Келесі ол бізде 30%. Бұл сіздің қалауларыңыз. Мысалы, ойын-сауық, ресторандар, хобби, саяхаттар, косметика оларға кіреді. Ең бастысы 20%. Ол біздің жинақтарымыз. Бұл сіз болашаққа қалдыратын ақшаларыңыз. Мысалы, қауіпсіздік жастығы, инвестиция, автомобиль немесе пәтер сияқты үлкен шығындар кіреді. Кірісіңізді 3 бөлікке бөлу арқылы сіз өзіңіздің ақшаңыздың қайда кетіп бара жатқанын және шығындарыңызды сынауға үйрене аласыз. Бұл ережені практикада міндетті түрде қолданып көріңіз және біздің қарсыз қоғам парақшамызға қаржылық сауаттылық туралы көп білгіңіз келсе қосылыңыз.